Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін Мұғжиза қорынан тағы да өте қуанышты хабар, қуанышты сәт. Бүгін Алланың қалауыменен Мұғжиза қайырымдылық қорының 4-ші баспанасы табыстағалы жатыр. Ол да Ордабасы ауданы Шұбарсу ауылды мекенінде тұратын Алтынай әпкемізге табыстағалы жатыр. Алтынай әпкеміз бірақ бұл үйді әлі білмейді. Бүгін табыстайтынымыздан ешқандай хабарсыз. Алланың қалауымен негізі бүгін Алтынай әпкеміз бізге құжат бойынша келу керек болатын. Және жолда алып келе жатып, бірден осы жаққа соғып кетіп, үйді табыстайтын боламыз. Келіңіздер, көріңіздер үйді иншалла. Алланың қалауыменен осы үйді алдық. 4 бөлмелі үлкен үй. Көріп көріңіздер. Мына жағы зал. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Өздеріңіз көріп отқандай, міне бүгін Мұғжиза қайырымдылық қорымен танысып жатырмыз. Жігіттерге Алла тағала разы болсын. Осы Мұғжиза қайырымдылық қорының 4-ші баспанасы екен. Алла тағала разы болсын. Істеп жатқан жұмыстарыңыздың берекетін берсін. Енді қорлар көп қой. Бірақ бәріміз осы ауызбіршіліктің арқасында осындай игі істерге жетіп жатырмыз. Тек жақсылық болсын. Қазақ елінде үйі жоқ, баспанасы жоқ азаматтар болмасын. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін ауызбіршілік керек. Осы ауызбіршіліктен жігіттер әрқашанда ауызбіршілікте болыңдар. Алла тағала разы болсын. Ассаламу алейкум. Үйіңіз құтты болсын. Баспанаңыз. Алла саған бақ беріп сынағанда дейді, қатыгездік көрсетпе бір адамға. Сүйеніш бол, сүрініп құлағанға, жұбаныш бол, жазықсыз жылағанға дейді. Бірде шаттық, бірде мұң жақындайды, байлық мәңгі бақытқа батырмайды. Есте сақта өмірде достықпенен махаббат сатылмайды. Махаббат деген ол еліне, жеріне, осы ұрпақтарымызға үлгі бола алатындай тарихта қалғандарымыз абзал. Бүгін Мұғжиза қайырымдылық қорына алғысымыз шексіз, Алла разы болсын. Міне өшірде үлкен ақсақал ағамыз келіп жатыр. Бүгінгі үй тапсыруға кіретін маған бұйырған екен. Сізді құттықтаймыз. Баспанаңыз құтты болсын, іші толған, береке болсын, той болсын. Мұғжиза қайырымдылық қоры, жігіттер, бауырларымыздың алда қолымызда пендерді сау болсын иншалла. Бүгін қызым міне айналайын, қоныс құтты болсын. Айналайын, сен жалғыз емессің, елдің ішіндесің. Мына балапандарымыздың алда ғұмырын ұзақ қылсын, дендерінің сау болсын, Құдай қаласа иншалла. Мына Мұғжиза қорының басқарып жүрген, қызмет қылып жүрген жастарымыздың алда ғұмырын ұзақ, дендерінің сау, ата-анасына мейірімді махаббат, егеменіміз Қазақстанға мейірімді махаббат қызмет қылатын азаматшылар өсе берсін иншалла. To me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth. Қызмет жасаған кісілерге Алланың нұры жаусын. Шынымен де Мұғжиза десе Мұғжиза қоры екесіздер. Алланың Мұғжизасы екесіздер. Рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Толық тұрмын, рахмет, көп рахмет баршаңызға. Бүгін үй берілетінін білдіңіз бе? Бұлай білмедіңіз бе? Білген жоқпын. Құтты болсын баспанаңыз. Барлық не жыладым, енді барлық қиыншылықтар артта қалды. Енді алдағы уақытта бақытты ғұмыр кешіңіздер иншалла. Міне құрметті жамағат, Алланың қалауымен үйді табыстадық. Алтынай әпкеміз қатты қуанғанынан қобалжып не күлері не жыларын білмей сөйлей алмай қалды.
Бұл қуанышқа әрине атсалысқан сіздердің себепкерлігіңізбенен ең бірінші Алланың қалауыменен және де кәсіпкер ағаларымыздың арқасында болып жатқан дүние. Баршаңызға Аллах Тағала разы болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осындай істерге қолдау беріп жатқан елбасымызға Аллах Тағала разы болсын, өміріне берекет берсін иншалла.